Сөз депутат Сарыбаев Алиаскар Төлендұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектанов Олжас Абайұлына жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы денсаулық саласының орнықты дамуын қамтамасыз ету үшін алдыңғы қатарлы мемлекеттерде жалпы ішкі өнімнің 5-8%, дамыған елдерде кемінде 9% пайдалануды ұсынады. Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен бастап, қаржыландыру 2 есеге өскеніне қарамастан, бұл көрсеткіш 3,17% құрайды. Өзекті мәселелерге байланысты парламент депутаттары Әлназарова, Жексенбай, Аймағамбетов, Бейсенбаев депутаттық сауалдар жасаған. Алайда сала мәселелері толық шешілмеген, сауалдарға жалпылама жауап берілген. Қазіргі уақытта денсаулық сақтау мекемелері көптеген қордаланған мәселелерге тап болды, және орталық органдар оларды шешуге көмектесуі керек. Мысалы, Талдықорған қалалық көпсалалы ауруханасы 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдайы бойынша кредиторлық берешегі 1,2 миллиард теңгені құрады. Атап айтсақ, медициналық қызметті көрсету келісім шартын орындауда бағалаудың сызықтық шкаласына сәйкес соңғы 3 жылда 356 миллион теңге қарастырылмаған. Мекеменің 370 төсек орны бола тұра, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен жасалған келісім шарты бойынша 284 төсек орнына қаржыландырады. Бұл жоспарлы емдеуді 13%-ға дейін азайтуға және шұғыл емдеуге жатқызуды 87%-ға арттыруға әкелген. Есеп бойынша биылғы жылы барлық емдеу қызмет түрлерінен 1,3 миллиард теңге көлемінде қаржы берілмеген. Соңғы 3 жылда үкіметтің қаулысына сәйкес дәрігерлердің жалақысы 30%-ға, орта медициналық персоналдың жалақысы 25%-ға көтерілді. Алайда көрсетілген медициналық қызметтердің төмен тарифі жыл сайын жалақыны бар болғаны 10%-ға арттыруға мүмкіндік берген. Аурухана қызметкерлердің қалған еңбекақы айырмашылығын өз қаражаты есебінен төленген. 2021-2023 жылдары қызметкерлердің жалақысын көтеруге 298 миллион теңге қаржыландырылмаған. Сонымен қатар 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс беруші әрбір қызметкер үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ай сайын кірістердің есептелген сомасының 1,5% мөлшерінде зейнетақы жарналарын төлейді. Осыған орай шығыстардың үлес салмағы өсуде. Ай сайын жалақыны төлеу кезінде шығыстардың басқа баптары бойынша кредиторлық берешектері өтелмей қалады. Талдықорған қаласының емдеу мекемелері тек қана жылу беру кәсіпорындарына 334 миллион теңге қарыз. Ең қиыны салық, тағы да басқа кредиторлық қарыздарды төлей алмауы, мердігерлердің сот тәртібімен берешегін өндіріп алуы, денсаулық сақтау субъектілерінің тегін медициналық көмектің кепілдік көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тендерларға қатыса алмайтын жағдайға әкелуде. Бұл бір медициналық кәсіпорынның жағдайы, ал республика көлемінде барлық емдеу субъектілерінде осындай жағдай қалыптасқан. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мекемелеріндегі ақпараттардың ашық болмауы, штаттардың шамадан тыс көптігі, еңбекақылары, медицина қызметкерлерінің жалақысынан артық болуы, қоғамдық саяси ахуалға өз әсерін тигізуі мүмкін. Кәсіби дәрігерлердің бірнеше мекемеде жұмыс істеуі және жоғарыдағы кемшіліктердің салдарынан халқымыз өзіне тиесілі сапалы қызметтерді ала алмайды. Осыған байланысты күнделікті жұмыста келесі мәселелердің ескерулеріңізді сұраймыз. Бірінші, денсаулық сақтау саласына қатысты Қазақстан Республикасының парламенті депутаттарының сауалдарын қайта зерделеп, орындалуын қамтамасыз етулеріңізді. Екінші, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін трансформациялау бойынша заң аясында ұсыныс енгізулеріңізді. Үшіншісі, медициналық мекемелердің қаржылық жағдайын, сала қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және міндетті медициналық сақтандыру жүйесінің тариф мәселелерін кешенді түрде шешуді сұраймыз. Құрметті Олжас Абайұлы, депутаттық сауалдың толық мәтіні сізге жіберіледі. Осы депутаттық сауалды қарау бойынша жауапты заңда белгіленген мерзімде ұсынуыңызды сұраймыз. Құрметпен сенат депутаттары Сарыбаев, Дүйсенбинов, Ершов, Жексенбай, Қыдырәлі, Нұғманов, Сатыбалдиев, Таламисов, Шипарских. Рахмет.